Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода біз осындай белдемше тігетін боламыз. Алдыңғы видеода выкрикасын құрастырдық. Енді сол выкриканы матаға түсіріп тігуді бастаймыз. Енді сізге выточканы артқы бетке қалай дұрыс көшіру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін инемен тура 3 шетін түйреп аламыз. Және иненің басы мына выточканың басталған жерінде болу қажет. Мінекей. Теріс қаратамыз. Мына нүктемен бір бұрышын, содан кейін екінші бұрышын қосамыз. Мінекей, ең оңай жолы. Бүкіл белгілерді екінші жағына өткізгеннен кейін шлицаны дублирин дейміз. Бір жағын ғана, сол жағын, оң жағына тиіспейміз. Осы шлицаның жоғар жағында бізде замок тұрады. Замоктың орнын ұзындығы 25 см, ені 1,5 см болатын дублиринді екі жағына жабыстырамыз. Выточкаларды түйрегенде осылай жанына түйреу керек. Себебі бізге тіккен кезде осылай ыңғайлы болады. Мына бор сызылған жермен, мына бор сызылған жер бір-біріне келу керек. Және ең соңғы тігетін ұшын инемен белгілеп алуымыз керек. Мынау соңы деген сөз. Енді тіккен кезде мына бас жағына закрепка беріп, соңына дейін тігіп, соңын закрепка бермей түйрейтін боламыз. Осындай пайда болған екі жіпті түйіндеп аламыз. Екі қайтара түйіндейміз. Мынау бізде артқы бой. Артқы бойды екі жағына қаратып үтіктейміз. Алдыңғы бойды ішке қаратып үтіктейміз. Сырт жағынан осылай көрінеді. Енді боковой шовтарды сырт жағынан оверлоктап шығамыз. Артқы бөліктің де сырт жағын және ортасын оверлоктап шығамыз соңына дейін. Алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті боковой шовтан қосып, тігін машинасында тіккенде закрепка береміз. Үтіктегенде екі жаққа қаратып үтіктейміз. Замок тігу процесіне жақындадық. Замокты тікпестен бұрын бізге мына белдіктің бөлшегін матаға қосып алуымыз қажет. Ол үшін мына белдіктің енін және ұзындығын, бір ұзындығын оверлоктап шығамыз. Осындай пайда болған оверлоктың жіптерін осындай жуалдыз иненің көмегімен өзінің мына тігістің ішіне кіргізіп тығып қоямыз. Осылай тартып, артық жіпті қиып тастаймыз. Барлық оверлоктың жіптерін осылай тығып қоятын боламыз. Бір ұзындығымен екі енін оверлоктап, екі қайтара бүктеп, үтіктеп алдық. Соны осылай инемен түйреп отырамыз. Ең бірінші екі жағын түйреп аламыз. Содан кейін ортасын түйреп шығамыз бір келкі қылып. Мына оверлоктаған бөлік тіккеннен кейін осы тігісті осылай жабатын болады. 1 см шетіне жеткізбей, закрепка беріп тігіп шығамыз тігін машинасында. Мінекей біз белдікті тігіп алдық. Тігісті белдікке қаратып үтіктедік жоғар жаққа. Осындай екі деталь пайда болады. Мына біз үтіктеп алған жердің ортасын сызып аламыз. Мына бұрыштан да міндетті түрде өлшеп шығамыз. Дұрыс болу керек барлығы. 4 см. 4 см. Енді замокты ашамыз. Ашылған замокты осылай жатқызамыз. Екі бор қосылған жер беттесу керек бір-бірімен. Инемен түйреп аламыз. Мінекей, енді осы жанын арнайы лапкамен тігеміз. Бізге осындай потайной замокқа арналған лапка қажет. Және мына замокты ашамыз. Осылай солға қарай ашып, инені түсіріп аламыз. Лапканы түсіреміз. Бормен сызған жерге шейін тігеміз. Закрепка береміз. Замоктың бір жағын тігіп алдық, енді екінші жағын тура солай қайталаймыз. Мінекей замогымызды тігіп алдық. Мына сызық дәл келді. Осылай болуына көз жеткізіңіз әрқашан. Мына артық қалған замокты осылай сыртқа шығарамыз. Мына жерді инемен түйреп аламыз. Әзірге осылай инемен түйреп қалдырамыз, себебі одан кейін шлица тігетін боламыз. Мына белдікті қайырамыз. Ол үшін мына замокты кішкене солға тартып, белдіктің екінші бөлігін осылай жатқызамыз. Осылай шығып тұруы қажет. Инемен түйреп аламыз. Осы шеттен соңына дейін закрепка беріп тігіп шығамыз. Мінекей осылай тігіп аламыз. Сосын замоктың артық жерін қиып тастаймыз. Осындай таза замок пайда болады. Енді белдікті үтіктейміз. Осылай жату керек. Мына тігістің үстінен тігіп шығамыз соңына дейін. Енді біз қазір шлицаны тігуіміз қажет. Ол туралы контрастты жіппен тігілген арнайы видео бар. Міндетті түрде соны көріп, мына видеоға қайта оралыңыз. Замок пен шлицаның ортасында осындай түзу тігіс пайда болу керек. Тігісті екі жаққа қаратып үтіктейміз.
Енді бізде белемшенің етегін қайырып тігу ғана қалды. Негізі 4 сантиметрге қайырып тігесіз, бірақ менде матаның аздығына байланысты мен 2 сантиметр ғана қайырып тігемін. Ол үшін 2 сантиметр қайырып тігу үшін мен 4-ті белгілеймін бірден, себебі осыған қаратып үтіктеймін. Мына шлицамызды ашып үтіктейміз. Мінекей біз үтіктеп алдық. Енді мына шлицаның осылай бүктеп, сыртқа қарай инемен түйреп, осы жерді дәл келу керек. Мына сызықтың үстіне осылай тігеміз. Мына жағынан да мына сызық қойған жер бойынша осылай қайырып, тігін машинасында закрепка беріп тігіп аламыз. Оң қаратамыз, артық жіптерді қиып тастаймыз. Мінекей дайын түрде осындай болады. Осы жерді түйреп аламыз. Кейін мен 2 сантиметр қайырғандықтан 1,5 сантиметр шетіне жеткізбей закрепка беріп тігіп алдым. Егер сіз 4 сантиметр қайыратын болсаңыз, 3,5 сантиметр жеткізбей тігетін боласыз. Мінекей біздің таза өңделген шлицамыз пайда болды. Выточкаларымыз таза, белдігі сапалы тігілген, арт жағынан ешқандай жіп, қалыңдық байқалмайды. Замок осындай. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Осы замокты қалай қысқарту керектігі туралы арнайы видео бар. Міндетті түрде соны қарап қысқартып алыңыз. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше.